Сәлем достар, талғардағы мына сұмдықты көрсетпеске болмады. Каналға тіркеліп, каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Біз отырған автобус мосттың үстімен жүріп барады. Өте әдемі, теп-тегіс, қаланың екі жағын қосып тұрған басты жолдың ешкім көре бермейтін тұсын көрсеткіміз келді. Айта кететін жайт, бұл мен ес білгелі көріп келген көрініс. Сәлем достар. Общем, анаяқта Талғар қаласының акиматы тұр. Акиматтан былайға жүрсең, мынау Талғардың орталығындағы ең главный мост. Қазір біз мосттың ішіне кіретін боламыз. Достар, негізі мына жер тура центрда болғасын, адам көп қой енді. Туалет топ кеткен. Көрінген адам, өткен адам осы жерге өзінің қалаған бірдеңесін істейді. Сасық енді, өтті сасық. Видео түсіру барысында тұншығып кеттік, себебі мұндағы жылдар бойы жиналған иіс мүмкін емес сасық. Негізі бұл мына мосттың үстінен енді өте алмайды ғой, астынан адамдар өту үшін жасалған, бірақ та мынаяқ кәдімгі туалетке айналып кеткен. Менің ойымша мынаяққа бір камера керек. Сөйтіп дұрыстамаса ұят енді, быт-шыт болып жатыр. Ал мына жер вообще опасно. Бүйтіп келесің да сен. Бүйтіп түсіп кетесің өзенге. Ар жақта өзен ағып жатыр. Кейбір тупойлар мына жақта шаламыз сырғанып кетеді. Иә. Сол общем. Ананың ар жағына барамыз. Ол жақта тура осындай болып жатыр. Біз дәлгі мосттың үстімен өтіп бара жатырмыз. Үсті енді өте таза, күшті. Жарқырап. Одан бөлек бұл жерлерде төбелес болады, неше түрлі ішіп адамдар жатады, өте қауіпті, ешкім сені естімейді, көрмейді. В общем, біз мына мосттың екінші жағына келдік. Бұл жерде де масқара енді. Менің ойымша мына жер толыққан тазаланып, төрт жағынан 4 камера қойылу керек. Сосын кім бүлдіреді, Креспи Талғар сияқты парақшаларға шығару керек. Одан кейін сұрақ: неге туалет жоқ? Әрине, адам болғасын туалет іздейтін шығар. Әйтпесе тура жанында Рысқұлов атындағы парк тұр, ар жағында акимат тұр, оның ар жағы базар. Мүмкін туалет те керек шығар. Достар, осымен бітті. Видеоға лайк басып, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Одан кейін видеоны акиматтағы көкелер көрсе дұрыс болар еді. Рахмет.